Мынау жалғанды мәңгіліктей көріп, өмірге жүрдік еркелеп. Алайда ауа райының алай-дүлей күрт өзгергені сияқты, қуаныш пен күлкіні тыятын уақиғалар болады екен. Бізде аяқ астынан жанымызға жақын, дүниедегі ең қымбат, аяуланамыздан айырылып, тағдырдың үкіміне көнуге мәжбүр болдық. Кеудеміздегі шер, жүрегіміздегі сағыныш асыл анамызды бақилық деуге қимайды. Күні кеше ортамызда жайраңдап жүрген абзал жан, ардақты анамыз, немере жиендерінің сүйікті әжесі, Мадина Жұмабайқызы 80-нің сеңгірігінен асқан шағында өмірден озды. Өзіңізбен бірге кешкен ғажап күндер енді естелікке айналып шыға келді. Мадина Жұмабайқызы 1941 жылы Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Ру әлім көшкінші бөлімінен. Әкесі Қоқаманов Жұмабай мен анасы Талмекен дүниеге 7 перзент әкеліп, тәрбиелеп, ұлағатқа жеткізген. Анамыз Дәметкен, Маржан, Дәржан, Қаби, Қайролла, Дариғадай аға апаларының бауырында еркелеп өскен үйдің кенжесі еді. Ерке болса да, естілігі, елгезектігі бір бөлек тұғын. Орта мектепті аяқтаған балауса қыздың жалғыз арманы бар еді. Ол дәрігер болсам дейтін. Көп балалы отбасынан шыққан Мадина Жұмабайқызы кішкене кезінен бауырмал, мейірімді болып өсті. Арманы асқақ, мақсаты айқын бой жеткен 1958 жылы сол кездегі Ақтөбе мемлекеттік медицина институтында білім алып, 1965 жылы қалаған мамандығына қол жеткізді. Содан алғашқы еңбек жолын Мақат аудандық ауруханасында дәрігер-педиатр болып бастады. Бір қызығы, баламен жұмыс істейтін үлкендердің, мысалы тәрбиеші, мұғалімдердің де бойларында кішкентайлардың жан дүниесін түсінетін қасиеттер қалыптасады. Жас маман да солай. Ол алдына келген баланы құшақтап, еркелетіп, аялап отырып қарайтын. Жүзінен әрдайым жылылық лебі есіп тұратын абзал жанды аудан тұрғындары да жылы қабылдап, балалардың сүйікті дәрігері деп оған ілтипат танытатын. Ол кездегі медицина саласы қазіргідей барлық технологиялық мүмкіндіктермен жабдықталған дей алмаймыз. Шақыру түссе ауданға қарасты бүкіл кеңшар, елді мекен, шалғайдағы қыстақтарды аралап күн түн демей халыққа қызмет қылды. Жаздың ми қайнатар ыстығына күйіп, қыстың қаһарлы суық аязына тоңып жүрсе де, өзінің сүйікті ісінен қол үзген емес. Медицина ғылымы дамыған сайын дәрігерлердің де біліктілігі сыналады. Сондықтан әрбір ақ халатты жан үздіксіз ізденіс үстінде болуы шарт. Жылма-жыл жаңа техника, жаңа ақпарат, жаңаша емдеу әдістері қолданысқа енген сайын, соған сай сапалы қызмет те мамандардан талап етіледі. Міне, осыған орай Мадина Жұмабайқызы 1971 жылы Қазан мемлекеттік институтында 3 ай болып, жүрек қызметін зерттейтін аппараттың жұмыс істеу техникасын меңгеріп қайтты. Кейін еңбек ете жүріп, Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясында оқып, фармация, провизор мамандығын алып шықты. Мадина Жұмабайна, ол кісі менің алғашқы ұстазым. Өйткені мен 1985 жылы Ақтөбе медициналық институтын бітіріп, осы кісінің қарамағына жұмысқа кірді. Осы еңбек жолымды Мадина Жұмабайна осы кісінің қолына келіп мен бастадым. Ол кісі мені өте жақсы қарсы алды. Енді Мадина Жұмабайна келсе, ол кісі өте салмақты, сабырлы, әділетті, берген тапсырмаға жаңағыдай требовательный дейміз ғой, талаппен қарайды. Өте сауатты, білгір. Енді Мадина Жұмабайнаның өзі де осы емханада бір жерден жұмыс істеп кетіп, ол бір емес екі, осы мединститутты 2 рет оқыған кісі. Өзінің жаңағы алғырлығымен, білімділігімен
бірінші жаңағы Ақтөбе мединститутын лечебное дело деп аталады, сонысын бітіріп жұмыс істеп жүріп, енді жұмыстың жаңағы зейнеткерлікке келер уақытында екінші сол Ақтөбе мединститутын екінші оқуға өз талабымен өзі түсіп, өзі соған жаңағы бітіріп фармацевт деген, провизор деген жаңағы дипломын алды. Мадина Жұмабаймен біздер 1982-81 жылдан бері көптен бері білеміз негізі. Бұрын жас күнімде сода екінші поликлиника жасадым. Сол жерден училище бітіргеннен кейін Мадина Жұмабайына айтқанбыз, сен жаңа училище бітіріп жатсың ба жаңадан. Осы біздің неге переучастке келшейсіз біздің филиалға. Жаңадан специалистсің, жұмысты бізде участковыйдан бастасаң қалай болады деп. Сол неге филиалға бардым. Барғанда заведующий филиалым сол кісі екен. Сол кісінің қасында ол кісінің өзі участковый болды. Қасында ол жұмыстың қыр-сырын бәрін үйретті. Қалай жасайтын, жұмыстың бағытын үйретіп. Жас мамандар да бар, басқа да жас мамандар бар. Мен өзімді сол кісі үйреткен. 1968 жылы отбасылық жағдайға байланысты Атырау қаласына қоныс аударды. Шаһарға келген соң алдымен учаскелік дәрігер-терапевт, кейін номер 2 қалалық емхананың меңгерушісі болып 9 жылдай тер төкті. Абыройлы еңбегі, қызметіне деген адалдығынан болар, осы биігінен еш түспеді. Яғни ұйымдастырушылық қабілеті зор маман номер 3 қалалық емханасының да меңгерушісі болып, медицина саласының дамуына зор үлесін қоса білді. Осындай еңбек сатыларынан өтіп, ардақты мамандықтың мәртебесін арттырған, қызмет жолында адамгершіліктің үлгісі болған тәжірибелі маманның қоғамға сіңірген еңбегі орасан. Оның осынау ұшан теңіз қызметі әр жылдардағы мақтау грамоталармен қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі көптеген алғыс хаттармен бағаланды. Уақыт өте келе, болашақта айқындап, оны зерделеп, ой сүзгісінен өткізіп отыратын Мадина Жұмабайқызы, кейін нарықтың талабына, халықтың сұранысына сай кәсіп ашып, өзі оқып, көңіліне тоқыған мамандығының кәсіпкер атанды. Нақтырақ айтсақ, 1996 жылдан бастап Атырау қаласында жеке кәсібін бастады. Осылайша заман талабынан қалыс қалмай, кешегінің елесіне емес, бүгінгінің белесіне ілесуді мақсат тұтты. Кейіннен де дәріхана саласында аянбай еңбек етіп, өмірінің соңына дейін жеке кәсібімен айналысады. Өтіп жатырған өмір ғой енді. Мен осы 3-ші емханада жұмыс жасағалы 38 жылдай болған екен. Мен 83 жылы осы областной роддомнан 3-ші емхана, ол мезгілде 3-ші микрорайон 19-ші үйде болды. Осы Мадина Жұмабайымда ол мезгілде сол участоктардың үстінен қарайтын заведующий болып жұмыс жасады. Мен осы Привокзальный мөлтек ауданының тұрғындарының бәрі де біледі ол кісіні. Барлық сұрақтармен, барлық осы шешілмеген проблемалармен осы Мадина Жұмабайымдаға келетін еді. Сол барлық кісінің жағдайын түсініп, ауру кісінің ауру жағдайын емін беріп, үлкен кіші деп қарамай барлық кісіге жағдайды жасап отыратын еді. Біздер енді сол кісінің қарамағында жұмыс жасадық. Ол кісінің енді шындығын айту керек, мақтауға тұратын адам. Ол кісінің өте салмақты, сабырлы, кез келген сұраққа жауап береді ол кісі. Мадина Жұмабайқызы жұмысына сенімді серіктес. Білікті дәрігер болса, отбасында 2 баланың анасы, сүйікті жар, өнегелі келін, ардақты әже. Өмірлік жұбайы Сәткен Мұратұлы екеуі бүгінде ұлын ұяға, қызын қияға қондырған. Әкеміз Уфа мемлекеттік мұнай технологиялық институтында оқып, елдегі қара алтынды сапалы өндіруге бір кісідей атсалысқан жан. Еңбек еткен соңғы жылдарда Теңіз Шевройл компаниясында болып,
Осындай білім білігі жоғары, өресі биік, сол ілімін жүрегіне тоқыған ата-ана балаларының да жақсы тәлім алып, ел мүддесіне қызмет етер ұрпақ болып қалыптасуына ықпал етті. Ұлы Мақсот Алматы қаласынан оқуын тәмамдап, қазіргі кезде білікті маман. Қызы Гүлмира Саратов қаласында медициналық білім алып, анасының жолын жалғастыруда. Айнел, Аружандай немерелері мен Әлібек Алихан есімді жиендері бар. Ақ халатына еш сызат түсірмеген көңілі пәк, абзал жан адал қызметімен, жанды баурап алатын жылы сөзімен, қашанда көмекке даяр тұратын мейірімділігімен, айналасындағылардың әрдайым алғысы мен батасына ие болушы еді. Осы жылы лебіздің, шынайы тілектің арқасы болар. Аллаға шүкір, ол қызының есейгенін көрді. Немере жиендерінің алды оқу бітіріп, еңбекке араласуда. 80-нің сеңгіріне жеткен ана үшін бұл баға жетпес байлық еді. Құда-құдағайларымен сыйлы болды. Өлілгенше адал табыс тауып, бір әулетті ұйытып отырған аяулы жан өз өмір баянын осылайша тәлім тәрбиемен, ғибратпен өрнектей білді. Қай ағайынмен де араластығын үзбей, тонның ішкі бауындай бола білген абзал жанның ортамызда жоқтығы көңілімізге кірбің ұялатады. Қанша есейсек те, ананың орны бөлек екен. Уақыт жүйрік өте шықты бір жылда. Осы бір жыл татыды ғой 1000 жылға. Сенсіз өткен күндер жайлап батса да, қиналамыз сенсіз таңдар атқанда. Көңіліңді жан едіңіз көпке жайған, өз жұмысын жұрт десе шетке қойған. Отбасыңның шуағы жылу едің, жарқын бейнең әрқашан кетпес ойдан. Сенсіз жылдар өтеді амал нешік, тағдыр солай шешіпті пішіп кесіп. Қолда бәркез жүргеніңді сезінеміз, жүргендейміз рухыңызбен тілдесіп. Ақ жаулығы ананың, ақ көрпесі баланың демекші, біз үшін қашанда құрақ ұшып жүретін, асыл жанның жұмсақ жүрегімен дархан пейлі айналайын деген үні өмір бойы жүрегіміздің түкпірінде сақталатыны сөзсіз. Тау алыстаған сайын биіктейді демекші, уақыт өткен сайын аяуланамыз Мадина Жұмабайқызының бейнесі ақ қар, көк, мұз жамылған Ұлытаудың биік шоқысындай жарқырап. Рухы күн өткен сайын биіктей бермек. Аллаға шүкір, анамыздың артында тәрбиелі ұрпағы бар. Өзіңіз жағып кеткен шаңырақтың әрдайым маздап тұра беретіндігін осыдан ақ білуге болады. Жаныңыз пейіште шалқығай, ақ халатты абзал жан, аяулы анашым.